мінекей. Бүгінгі күннің ауа райы өте керемет болып тұр. Жылы саяхаттағанға, қыдырғанға, серуендегенге өте ыңғайлы болып тұр. Бұл Коня қаласы. Бүгін мен сіздерге Коня қаласындағы Силле деген кішігірім бір ауылды таныстыратын болам. Ал олай болса, кеттік. Трамвайға отыру үшін міндетті түрде сізде мынандай карта болу керек. Бұл картаны кез келген жерден алмайсыз. Себебі осы сияқты бір будкілер тұрады. Сол жерден сатып аласыз. Өзінің бағасы шамамен 13 лирадай. Бірақ ішіне кәдімгі телефонға единица салған сияқты ақша салып отырасыз. Әр өткелден басып өткен сайын 2,5 лирадан алып отырады. Қазір 1 лира Түркияда теңгемен шаққанда 1 лира 31 теңге. Трамвай келді, мен үлгеруім керек. Мінекей. Басасыз, рұқсатын берді. Осы трамвайға отырамын. Орын қараймыз. Орын қай жерде бар? Орын жоқ екен, сондықтан мына бір жерге барып күтіп тұрамын енді. Осылай. Мына жерде байқағандарыңыздай барлығы жастар, демек көбісі студенттер университетке барып сабақтарына келе жатыр. Қазір түскі сағат 12, көбісі сабақтан қайтып келе жатыр, немесе сабаққа бара жатқандар да бар. Қазір аялдамалар түсіндіріп берейін. Мен жаңа шамамен перерейс деген жерден отырдым. Осылай жүрем. Жүремді мұна Аладдин деген жерден түсем. Заферден түсем. Заферден ары қарай тағы да келесі остановкаға барып 64 деген автобусқа отырамын. Сосын Силлеге кетемін. Сағат 12 болды тура. Бүгін 19 сәуір. Айтпақшы, бүгін Рамазан айының келгеніне 18 күн болды. Түркияда көп адамдар ораза ұстап. Бағанағы мен сыртымнан жорамалдап отырған жігіттер маған жақындай алмай жатыр. Бір нәрсе сұрағысы келіп тұр, бірақ ұялып тұр, бір-біріне сөйлеп. Не деп айтамын, бір нәрсе деп. Мына жігіт қой, қайтаға келем дейді. Бірақ ұялып кетіп қалды қайтадан. Бұл Коня қаласында негізі шетелдіктер өте аз, сондықтан шетелдіктерді көрсе, әсіресе азиаттарды көрсе, бәрі жақындайды, сұрайды, қай жақтансың, не үшін келдің, қай жылғы боласың, не істеп жүрсің, оқисың ба, оқымайсың, көп сұрақтар жаудырады да, сонымен бірден тоқтап қалады. Сондай халықтар бір қызық. Мына жігіт менен сұрап жатыр, YouTube каналың қандай деді, мен бердім, сол жазып алды, енді көрем дейді. Сол сұрап жатыр, әңгімелесіп жатыр. Не істеп жүрсің, бұл да сұрақтарын жаудырып жатыр. Жаңа трамвайда танысқан кішкентай бала, ол университетте оқиды екен. Біз негізі ұзақ сөйлестік. Телефонын жазып берді, қоймай. Мынау телефонды жазып ал, менен бір көмек керек болса айтасың, маған хабарласып тұр, жәрдем берем деп. Сонымен ұзақ сөйлестік. Мамасы австриялық екен, әкесі осы түркиялық. Кезінде папам дейді, жас кезінде Австрияға бір 8 айға бір нәрсемен барған дейді. Сол жерде австриялық қызбен танысып, сөйтіп үйденіп Түркияға алып келіпті. Мен жаңа автобус аялдамасына жақындап қалдым. Шамамен, көрінді. Анау бір жерде отырам. Барайық. Оған дейін сіздерге көшенің жағдайын көрсетейін. Мысалға, мынау заправка Total деген.
сосын көліктерін көріңіздер, қызық болсын. Мынау біздің баяғы маршрутка сияқты долмыш дейді бұлар. Кез келген жерге қолын көтерсең тоқтай береді. Долмыш деген. Сыртын әдемілеп, сәндеп қояды, жазу. Мұны мен қымбат машина сирек көрем. Мұны мысалға Мерседес кетіп бара жатыр. Қымбат машиналар Конияда өте аз. Мысалы, қазір жақындатып көрсетейін, мына машиналар. Көп көрдіңіздер ме? Ескі бір модельде сәл нашарлау көліктер. Аялдамаға келдік. Қазір көреміз 64-ші автобус қанша минуттан келетін. Мінекей. 64 шамамен 9 дакика дейді. Дакика деген минут. Мінекей, Силе деген жер. Мына кісі мен де түсір дейді. Çekiyorum sizi. Çek bakalım. Ne bu? Kurt bu, kurt. Kurt. Türklerдің өздерінің несі бар ғой. Енді атын білмеймін, өздерінің символы бар ғой, дәл осылай. Бұны көкбөрі дейді өздері. Көкбөріден тарағанбыз дегендей ғой. Күткен автобусымыз келді. 64. Мінеміз. Менің жаңағы жол картам. Осымен басып өтеміз. Бұны трамвайда да, автобуста да қолдана береміз. Мысалға, бұлай бастық. 2,5 лира алды. Салам алейкум. Автобусымызға отырдық. Осы жерде міндетті түрде тексеріс болады. Мына камерадан келген көліктердің барлығын түсіріп алады. Жағалап салынған үйлерді көрсеткен. Бұл жерде көбіне гостиница, сосын кафе, ресторан сондай болып кеткен. Себебі бұл жерге туристер өте көп келеді. Шетелден ғана емес. Негізі көбіне осы түркиялық жергілікті түркиялық халықтар көп келеді. Мұны қараңыздар, кітапхана. Кез келген уақытта келіп, кітап оқып, алып, кетіп, қайттан әкеп тастай бересіздер. Сол жағымызда да сатылып жатқан құлып май, тағы бір нәрселер сатылады екен. Айтпақшы, мына дәретхана ақысыз. Құрылыс жұмыстары жүріп жатыр екен мына жақта. Кафелер басталды осыдан ары қарай. Yok, baraja kadar çıkar. Sille burası. Burası mı? Burası kafelerin olduğu cadde. Tamam. Yukarıda da kilise var. Baraj var. Buraya kadar çıkıyoruz da karşıdan otobüs geliyor da o yüzden bekliyorum. Бүгін күн дүйсенбі, сондықтан адам жоқ, мүлдем туристер жоқ. Мына сырттағы тамақтанатын орындардың бәрін көбісін жауып тастаған. Жұма, сенбі, жексенбі күндері ғана бұл жерде туристер көп болады. Сондықтан тыныш, тып-тыныш болып тұр. Мына жақтарда сувенирлер сатып жатыр. Мен бұл жерден түскен жоқпын, себебі автобус анау таудың басына, төбенің басына барады. Біреуді күтіп жатырмыз ба. Ол жерде осы Силле ауылына арналған парк бар, саябақ. Сол жерде бар, бірінші көрсетейін. Ол жерде адамдар жүр, бір көпір бар. Мен паркке келдік, бұрылып тоқтайды, осы жерде біраз уақыт күтіп тұрады. Мына кісілерде паркке түсеміз дейді. Бірге түсейік. Үлкен кісілерге жол берейін. Şimdi mi? Yarım saat sonra. Saat 2'de. Сағат 2-де жүрем дейді. Қазір мен сағатын көрейін.
сағат 1:30 болды. Жарты сағат күтеді екен. Жарты сағаттан кейін ғана жүреді. Не істейміз? Кеттік. Парктың ішін аралап қайтайық. Мына жер таулы аймақ болғаннан кейін ба, жел кәдімгідей қатты болып тұр. Білмеймін, микрофоннан қалай естілетінін. Мүмкін осылай сәл паналап қоям, солай сөйлеймін. Мына парк негізі жаңадан салынған, көп болмаған, бірнеше жыл ғана болған. Сондықтан еккен талдары, ағаштары әлі кішкентай, жас енді өсіп келе жатыр. Анау көл бар, мына жақта астында. Сіздерге сол көлді көрсетейін. Көлге барайық. Айтпақшы, көлдің ішінде үйрек, қаздар деген өте көп. Жабайы емес әрине. Өздері жіберіп қойған, туристерге қызық болсын деп. Біз сияқты барған адамдар ана жерден нан сатып алады да, нанды береді. Бизнес бір жағынан туристерді тарту тәсілі. Үйректерді көрдім. Мынау жүзіп жүр. Мына жерде 3 қана үйрек жүр екен. Қазір көптеген үйректер шығу керек алдымыздан. Анау жақта алыста жүр бәрі. Мына жерде видеода көрінбейді екен. Мысалы қараңыздар, мынау бараж деп айтады. Бараж деген су қойма. Шомылуға болмайды екен. Сондықтан шомылмаймыз. Өте әдемі. Ағаштардан көпір жасап қойған. Судың көлемін қараңыздар. Су кәдімгідей көпірге шылпылдағандай тиіп тұр астына. Күшті емес па, мына көріністі қараңыздар, қандай әдемі. Мына жерде отырып, бір сценарий жазуға болады, немесе өмір жайлы әңгіме айтуға болады. Достарыңмен бір нәрсені ақылдасуға болады. Келіншегіңмен отырып алып, мына жерде сырласуға болады. Керемет тыныштық. Әсіресе осы, бұларда хафта іші дейді, аптаның іші, демек ол жұмыс күндері. Жаңа дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі күндері адам өте аз болады, тыныштық. Егер Коняға келіп жатсаңыздар, миларыңызды тынықтырғыңыз келсе, мына жерге келіңіз, қараңыз, қандай әдемі. Өте сұлу. Мына жерде фотосессия жасауға болады, не бір күшті видеолар түсіруге болады. Тек жалғыз келмеңіз, жалғыз келсеңіз осылай, қолыңызды созып түсіріп жүресіз. Бастарыңызды айналдырып жібердім ба? Кешіріңіздер. Ал кеттік, ары қарай жүре. Бала кезде, мектептен келе жатқан кезде әкімшілік немесе басқа да мемлекеттік ғимараттардың ауласында жататын. Сол жерден жұлып алып, немесе жерден теріп алып, осыны үйге алып баратын, сумкамызға салып алып. Ол кезде кішкентай баламыз ғой. Біз үшін қызық. Енді біздің үйде, аулада өспейді, сондықтан осыны жинайтын едік. Шишка деп үйге алып келіп көп қылып қойып, соны үйдің ішінде бір жерлерге қойып қоятынбыз. Полкаға, кітаптардың арасына деген сияқты. Сізде де болды ма сондай балалық кезде? Сондықтан мынау ыстық болып көрінді. Білмеймін, не деп аталатын, қандай ағаш екенін.
Білсеңіздер, комментке жаза кетіңіздер. Түркияның көптеген саябақтарынан осындай бір құрылғы көресіздер. Бұл кәдімгі суретке түсіреді. Дәл осылай мысалы. Не деп тұр мына жерде? 3 теле деп тұр, мына түрк лирасы. 3 телені мына жерге тиынды мына жақтан салып жібересіз. Сосын 10 секунд күтесіз. Шамамен осы жерлерде тұрасыз да, бұлай ыржиясыз ана жақ қарап. Өзі цифр тұрады, 9, 8, 7 деп бірге дейін. Сосын түсірем дейді, камера қара дейді, жырқ еткізеді. Сосын барып мына жерге сурет өңделеді де, бір 10 секундтан кейін түседі, аласыз. Телефонымның заряды бітіп отыр. 5-ақ пайыз қалды. Сосын анау ағадан өтініш білдіріп, мына жерге телефонды зарядтап алсам бола ма деген. Болды, әңгіме жоқ, базар жоқ. Кір деп кәдімгідей кішіпейіл танытып, отыр ана жерге зарядтап ал, қанша уақыт отырсаң да отыра бер деп ел білдеп кетті. Рахмет. Teşekkür ederim abi. Құрметті достар, мен әлі жаңағы бір кафеде отырмын. Аға көмектескен, телефонды зарядқа қойып күтіп отырмын. Сіздерден бір айтарым, міндетті түрде каналға жазылыңыздар және астында тұрған қоңырауды басыңыздар. Келесі видеоны салған кезде сіздерге уведомление болып келіп тұрады. Сондықтан видеоларын көріңіздер, лайкты аямай басыңыздар, коммент жазыңыздар. Жалпы былайша айтқанда мені қолдап отырсаңыздар, мен одан сайын шабыттанып көптеген қызықты видеоларды салуға тырысамын. Осы саябақты мен көп мақтаймын, себебі қараңыздар, мешіті бар және міне дәретханасы бар, ерлерге бөлек, әйелдерге бөлек, екі есігімен. Сосын орындықтар өте көп. Анау тұрған кітапхана кішкене жақындатып барып көрсетейін. Мысалға, ішіңіз пысса, келіп, кез келген уақытта кітапты алып, оқып, сосын қайттан орнына қойып кетесіз. Мінекей, ашық, көрдіңіз бе? Немесе сіздің үйіңізде мысалға бос кітаптар болса, оқымайым деген, әкеліп, осында қойып қойсаңыз да болады. Жалғыз емес, негізі көп кітапханалары. Енді кітапхана деп айтуға келмейтін шығар, бірақ осындай кітап сөрелері көп. Бұл жерде біраз нәрсені түсіндіріп қойған, мысалға, дәретхана дейді, чешме деген су бар. Қазір оны көрсетем, алыста шығар. Тағы да шешме бар дейді, бұлай қарай. Ресторан, магазин, баскетбол алаңы бар дейді. Ол анау тұр. Мынау не дейді? Сейір тепесі. Сейір тепесі деген анау жаңағы ойнайтын алаң болса керек. Сосын мешіт. Бәрін жазып қойған. Мына қызық қараңыздар. Мысықтарға дейін үйа жасап қойған қарасаңыздар. 3 этажды. Іші, мынау шамамен гостиный. Керемет тамақтарында сеуіп қойыпты. Мысықтар бақытты ғой. Мынау парктың картасы. Мен қазір осы жерде тұрмын. Мынау көл. Міне әп-әдемі, тап-таза баскетбол алаңы, есігі әрқашан ашық сияқты. Себебі алдында келген кезде де мен байқағам есігі ашық тұрған. Опа! Мынау жоғарыдағы бір беседканы көрдім. Соны барып көрейінші. Не бар екен? Беседкалар күшті екен. Сыртында да отыруға болады, тамақтанып. Ішінде де отыруға болады, жаңбыр жауғанда. Жаңа чешме дегені мынау.
Бұндай су ағатындар өте көп жасақ болған. Міне су ағып тұр. Жаңа демалатын адамдарға арнайы қараңызшы. Мангал үшін орын дайындап қойған. Тас алып келіп немесе темір терсек көтеріп жүрмейсіздер. Келесіз де етіңізді қойып пісіре бересіз. Қоқыс тастайтын ыдыс. Тағы да чешмесі тұр. Мұнда дәретханасы қыздарға арналған. Мынау мүгедектерге, мүмкіндігі шектеулі жандарға. Сіздерге ішін көрсетейін енді. Ұят болмас, адам жоқ ішінде. Мысалға мінекей кран сәл кір екен, ішіне жетпейді, су ағып тұр. Бұдан да су ағып тұр. Іші 2 адамдық. Жаңағы үлкендерге арналған ойын алаңы ғой. Балалықты еске алып бір ойнап көрейін. Альпинисттерге арналған тауға шығатындар. Осылай бір қолдап шыға беруге болады. Опа, опа, опа. Тауға шықтым. Жыланнан түсу үшін жоғарыға бару керек сияқты. Ал кеттік онда. Жоғарыға шығып көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Уже бір сондай адреналин пайда болып жатыр. Биіктеген сайын. Қазір ішінен түскен кезде қандай сезімде болатынын білмеймін. Қазір көреміз. Ең жоғарғы бөлігіне шықтым. Ары қарай жол жоқ. Үстінде мынандай бір өткел бар екен. Күшті екен, Мәс. Вау, вау, вау. Жел болып тұр. Ұшып кете жаздап. Мәс. Қорқынышты. Керемет. Мынаны қараңыздар. Бірінші қабаттан жіптердің арасымен өрмелеп, кәдімгі өрмекшінің ұясы сияқты, өрмелеп шығу керек. Мынандай жер ғана бос екен. Вау, 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 вау. Мына туннельге кіру үшін астына бір тайғақ нәрсе керек екен, бірақ менде еш нәрсе жоқ, сондықтан не істеймін? Сіздерге лайфхак. Мынау рюкзагымды теріс қараттым да, аяғымнан өткізіп алдым. Үстіне отырамын енді кетем сырғанап қазір. Мен ұшпақшымын қазір. Ал, кеттік. Вау! Вау! Аяғым. Қирадым. Мынау сынды. Быт-шытым шықты. Бірақ бас аман, барлық жерім сау. Аунап кетіп құлағаным аздай. Тағы да екінші рет қайталап түскім кеп тұр. Себебі біріншісінде дұрыс кадр ала алмай қалдым. Жақсы түсіре алмай қалдым. Вау! Вау! Мәссаған! Не деген керемет мынау? Не деген адреналин? Мәссаған! Міндетті түрде мына жерден сырғанап түсіңіздерші. Әдем. Вах, вах, вах.
Жаңа парктен шықтым. Енді Силле ауылына дейін екеуінің арасы 3 километр екен. Жайғалатып кетіп бара жатырмын. Шамамен 1 километрін жүріп тастадым. Мына жол деген тап-таза, тып-тыныш. Құстар ғана сайрап, солардың дауысы естіліп тұр. Аздап жел бар. Шамамен осы тұстардан бір көпірді көрдім, тастан жасалған. Сол көпірге өтейік, барып көрейік. Оба! Жаңа көпірге кетіп бара жатқам. Екі сайдың ортасында мынандай бір локация табылды. Күшті екен. Индияның бір жерлеріне ұқсап кетті. Индияда осындай бір сары қызғыш топырақтар болып келеді. Соған ұқсап кетті. Ішіне кіріп көргім келіп тұр. Бірақ бар ғой, тап-тыныш, мына жерде қорқынышты. Мынау бір тас, бір нәрсе ұқсап кетті. Не бар екен, көрейікші. Қорқпайсыздар ма? Қорқпаңыздар. Істеп бірге. Жоқ, еш нәрсе жоқ екен. Енді салынып жатқан сарай сияқты. Қой, жүре берейік арқылы. Дыбыстан қате кетуі мүмкін, себебі микрофон қуаты өшіп қалды. Ух ты. Мынау не? Мен саған тасбақа тауып алдым. Мынаны қараңдар. Тасбақа. Не істеп тұр, но? Жер қазып. Ойбай, бір түрлі екен. Қой, тыныш жатқан тасбақаны үркітпей қойыншы. Үркітіп басыма бәле таппай қойыншы. Кете берейін оданша. Ағаштарды байқасаңыздар, бұл кәдімгі ауылда өзіміз егетін терек, көктерек. Қазақстанда, Шымкент жақта біз терек деп айтамыз. Басқа жерлерде білмеймін не деп айтатын. Бұлайша танып тұрсыздар, иә? Бұл жақта да терек өседі екен. Ана жерде қойдың құмалақтары жатыр демек. Осы жерлерде бір жол бар, жаңа көпірге алып баратын. Бисмилlah. Хоппа. Көрейік. Опа. Әне, көптен күткен көпіріміз мінекей. Местерге шамамен анау жақта тұрып көрсетейін. Әйтпесем үстінен дұрыс көрінбейді екен. Басқа жағына көрейін. Аппақ аяқ киіммен шығып едім. Аяқ киім бүлдіретін болдым ғой. Қойдың исі мүңкіп кетті ғой. Ауылда кішкентай кезімде қой кезекке шыққан кездерім, қой баққан кездерім, ешекке мініп алып, қырдың басында мал баққаным есіме түсіп кетті. Иісін-ай. Мына көпірдің үстімен жүріп көрейік енді. Қалай болатын? Күшті екен. Мынау жаңағы көпір. Енді жоғары жақтан былай түстім.
осылай енді ауылға кіреміз. Ауылға кіре беріс жерде мындай бір жер бар екен. Су ағатын чешме сияқты. Қызық болып тұр, енді ішін көрейікші. Ух ты! Бұл жерде су толып тұр ғой. Мәссаған, тұнық су. Мұнда заман музейі дейді. Қазақша аударғанда уақыт музейі. Бұл жерде не бар екен? Кіріп көрейік. Уақыт музейі деген мағынасы өзі-ақ айтып тұр ғой негізі. Бұл жерде қабірлер. Бұл қабірлерде мұсылмандар да, христиандар да бар дейді. Демек, түріктер де бар, яғни. Және ежелгі Византия кезінде өмір сүрген гректердің де сүйектері осында жатыр деп естідім. Қызық, осындай көліктер көп мына жақта. Ескі көлік қой негізі. Орыстың ладасына ұқсайды. Мынау да бір пассатқа ұқсайды. Мен бағана алыстан бір үңгірді көріп едім. Сол жерге барам деп адасып қалдым ғой. Ауылдың шетіне шығып кеттім. Андай бір арықтармен жүріп, секіріп, қазір іздеп тауып аламын. Ух ты! Тасбақа сияқты тағы да ұлылар жүр ғой бұл жерде. Жүре беріңдер. Қайда кеткенімді өзім де білмей қалдым ғой. Жан жағын қарап жүрмесең негізі танымайтын жердің ой шұқыры көп дейді. Байқау керек. Білмейтін жердің білері көп деп қойында. Жаңа іздеген үңгірімді таптым. Анау тұр. Мен келдім, бірақ бұл жерде не істеп тастаған түсінбедім. Көшеге төсейтін тастар өте көп. Мәссаған, мына қызық екен. Қараңыздар. Кәдімгі анау потологында сәндеп төртбұрыштап ойып жасапты. Терезелер сияқты нәрселер бар. Мына аркасы бар. Ух ты, қызық. Ішінде бір қоқыстар жатыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді мынандай таза емес жерге бисмиллахымызды айтып кіреміз. Ішін көрейік. Іші қараңғы кәдімгідей. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оны темірмен жауып қойыпты. Сосын сол жағында бөлмеге өтетін есік бар. Не бар екен? Мынау отыратын бір орындыққа ұқсайды. Әнші арка іспеттес. Ойылған. Ортаға біраз топырақтар түсіпті. Негізі қауіпті сияқты бұл жерге келу. Анау тас дәуіріндегі адамдардың тұратын жеріне ұқсайды ма?
Шошмаңыздар, аман есенмін, бармын. Қорықпаңыздар. Ауылдың ішімен біраз жүріп сөйлемей көрсетейін. Ит, ой, тыныш, ей. Кетер. Кет. Әлеуға қауып алса. Міне, мынандай тастан қаланған шарбақтар өте әдемі, фактурный көрінеді. Бірақ енді ескі екен көрініп тұр. Бірақ сондай күшті. Ай, қайтадан келді оны. Кет. Түріктің балалары жүр, ойнап. Selam. Ана үйдің арқасына әдемі күшті жасақ болған. Жерде су бар екен, чешме, су алады екен. Селам алейкум. Kolay gelsin. Жерде чешме деген қазақша сөзі, ол бұлақ немесе бастау деген сөз ғой. Мына жердің бәрі бұлақ. Бұларда бұлақтар өте көп. Таза ғой, таза. Кәдімгі табиғи таза су ағып жатыр. Мысықсыз түріктің ауылы болады ма? Барлық жерде мысық жүреді, барлық жерде. Мына жақтан кіріп, мына жақтан шығады олар. Кес. Түсіне ма, түсінбей ма? Кес. Кисаны түсінбейді бұлар. Қараңыздар. Әдемі, өте әдемі. Қандай әдемі көріністер. Кино ғой, кино. Киношниктер міндетті түрде көріңіздерші мына кадрларды. Қандай әдемі. Қараңыздаршы. Қазір күнге шыққан кезде бұл шек күшті болады. Әні. Мына үйді қараңыздар. Өте көне үй екен. Ағаштар шіріп әрең тұр ғой. Қараңыздар. Астында тұруға қорқасын. Тағы не көрсетсем екен? Мына бір жүзім. Контраст, жаңа үй. Мынау қирап қалған үй. Мынау да солай сияқты. Сыртын бәрі ана саз балшықтан сыланған ескі. Адам тұрмайтын шығар. Бірақ қараңыздар, газдың несі тұр. Газдың счетчигі тұр. Демек адам тұрады. Мына балконда гүлдер тұр. Адам тұрады екен. Сондай қауіпті болса да. Оң жаққа жүріп көрейін сіздерге. Силле ауылы деген осы. Көрпеше жаман көрсетіп тұр. Көріністі ортып. Мынау да бір үйдің жері болса керек. Бұзылып кетті. Мен өзімді көрсеткеннен негізі даланы көрсеткенім дұрыс қой, мына ауылдың ішін. Солай істейін, сөйлеп жүріп көрсете берейін. Фактура ғой, фактура. Не деген керемет жерлер. Ух ты, мына балалардың жүргендеріне. Ух ты. Алейкум салам. Nasılsın? İyi misin? Oynuyor musun? Ne oynuyorsun?
Telefon adı mı? Adı mı? Evet. iPhone 13. iPhone 12. Ne oynuyorsun? Biz buna telefon olarak satıyoruz biz bunları. Karton parayla satıyoruz. Bunlar ne? Arabalar mı? Bunlar da dürbün abi onlarda. Dürbü? O ne? Abi şöyle yuvarlak bir şey var mı? Dürbü mü? Kendime dürbü. Karıların evine bakıyorsun abi. Ben baksam olur mu? Dürbünü. Abi onlar abi öyle mi? Karıların evine bakıyor. Bu mu? Dürbü mü? Sen yok musun? Abi. Teşekkürler. Sal beni. Sal beni. Sal. Adın ne? Ali. Ali. Senin adın? Abdülsamet. Abdülsamet. Sen? Muhammed. Muhammed. Memnun oldum tanıştığıma. Senin ismin ne abi? Benim ismim Bekin. Bekir. Bekir, evet. Bekir Benim olsun. dayımın ismi de Bekir. Kimin? Bekir dayım. Dayısı var bunun mu? Onun ismi Bekir. Evet. Tamam. Teşekkürler. Şey değil abi. Görüşürüz. Al ket ары қарай жалғастырайық. Бар түркішемді салдым енді кішкентай балалармен. Мына жерде бір үйдің орны екен. Қызық. Бәрі қызық. Мына велосипедтердің тұрғандарының өзі фактура ғой. Керемет. Кейінгі салынған үйлердің сырттары осындай әдемілеп қояды екен. Мынау ақ, кәдімгі ақ па бір нәрсе сияқты әдемілеп жасап қояды. Мына үйдің есігі алғыдай. Бәрі бір кәдімгі компактный ғой. Әдем болып тұр. Мынау айтпақшы баня екен. Бірақ істейді ма, істемейді ма білмедім. Бұл мешіт. Мешіт ашық па, жабық па? Ашық тұр екен. Мешітке кірмей-ақ қойын. Ары қарай жүре берейін. Мысықсыз болады ма бұлар? Етін тырнап алып мына мысық. Кес. Мені көрсе мысықтар қашады. Менің мысықтан деген аллергиям бар. Оны біраз таныстарым біледі. Мысығы бар үйге барсам болды. 1 сағаттан кейін басталады. Ентіге бастаймын, түшкіре бастаймын. Телефонның заряды тағы да таусылып қалды, сондықтан мынандай бір кафеге келдім де сұрап тағы да телефон зарядтап жатырмын. Мынау жақта мен бағана аралап жүрген ол адамдар тұратын жер, ал мынау дүкен, жаңағы бизнес, кәсіп жасайтын жерлер. Уақыт болып қалды, сондықтан тезірек кетуге. Teşekkürler. Сағат 6-дан асып жатыр. Үйге барып ертерек ауыз ашу керек. Сондықтан тезірек кетемін. Мынау картамен тағы да басамын.